Сәлеметсіздер ме? Бүгін тәжірибе алаңында Арай шағын тоғын тәрбиесі зиябы және әдемі бүгін біз жұмыртқамен тәжірибе жасайтын боламыз, жарай ма? Ең бірінші мына бізде тәжірибе жасау үшін бізге қандай заттар керек? Су, дұрыс, сосын үш жұмыртқа және тұз. Жақсы. Енді әдемі мына 3 стақанды суға қараймыз. Ең бірінші стақандағы суға жұмыртқаны сала қой. Әдемі саламыз. Әдемі. Енді қарашы, жұмыртқаға не болды? Үлкен болды. Сосын. Яғни енді қараймыз. Жұмыртқа судың түбіне түсіп кетті, е? Ал енді, яғни мұнда жұмыртқаның тығыздығы суға қарағанда жоғары болып тұр. Сондықтан бізде жұмыртқа судың түбінде жатыр, солай ма? Иә. Жақсы. Екінші стақандағы суға 10 қасық тұз саламыз. Әдемі, енді мына стақандағы суды былғаймыз, е? Тұзды суды жақсылап тұр. Былғай ғой екі қолмен. Екі қолмен бұл. Жақсы. Былғап болды, е? Енді ала ғой. Жұмыртқамызды саламыз. Енді әдемі қара. Мұнда жұмыртқаға не болды? Жұмыртқа судың бетіне қалқып шықты, солай ма? Иә. Яғни мұнда тұзды судың тығыздығы жоғары болып тұр, солай ма? Сондықтан бізде жұмыртқа судың бетіне қалқып шықты, солай ма? Жақсы. Келесі стақанға 3 қасық тұзымызды сала қойып, әдемі. Қасыққа 3 қасық тұзымызды сала қой. Жақсылап. Енді әдемі жақсылап былғаймыз. Былғай ғой. Үшінші жұмыртқамызды саламыз. Әдемі салам. Жақсы. Бұнда не болды? Қандай өзгерісте болды? Жұмыртқа не болды? Бұнда жұмыртқа судың ортасында қалқып тұр, е? Иә. Яғни мұнда тұз бен жұмыртқаның тығыздығы бірдей, тең келіп тұр, солай ма? Сондықтан жұмыртқа бізде ортасында, е? Саған жұмыртқамен тәжірибе жасаған ұнады ма бүгін? Иә. Жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыз осымен аяқталды. Бұнда ескертіп кететін жағдай, біз бұнда шикі жұмыртқаны қолдандық. Ата-аналар, сіздер де балаларыңызбен осындай зерттеу жұмыстарын жасай аласыздар үйде. Қош сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар.